Оңтүстік Алтай мен солтүстік Америка жерінің ауа райында көптеген ұқсастық бар. Америка жеріндегі қара күзеннің тіршілік ету жағдайын мұқият зерттеген ғалымдар оларды Шығыс Қазақстанның тау өзендеріне қоныс аудартты. Қазір Кенді Алтай бұл бағалы аңның екінші отанына айналды. Сөйтіп қара күзеннің алғашқы мыңдаған терісі де алынды. Іле өзеніндегі су жайылымы. Кейбір ғалымдар ұзақ уақыт бойына мұнда андатра өсіруге қарсы болып келді. Олар андатра су құрылысын бүлдіреді, егінге зиянын тигізеді, аңшылық кәсібі зиян шегеді деп есептеді. Әйткенмен зоологтердің көп жылғы еңбегі сол тұжырымдарды жоққа шығарды. Балқаш бойында еліміздегі ең ірі андатра шаруашылығы құрылды. Соңғы 20 жыл ішінде бұл шаруашылық елімізге 24 миллионнан астам андатра терісін өткізді. Андатраның мехі қалың да ұнамды. Оның өңделген терісін котик пен бұлғын түстес етіп бояуға болады. Сондықтан да андатраның терісі халықаралық рынокта жоғары бағаланады. Шетелдік жүздеген фирмалар жыл сайын Ленинградта өткізілетін аукционға қатысады. Мұнда Қазақстан мехін алушылар көп ақ. $14.75, $15, quarter, 50, 15.50, 75, 15.75 anymore, $16. $16 for the last time. Quarter, yes? $16 is here. Қазақ СССР ғылым академиясының зоология институты. Ғылыми советте алуан түрлі пайдалы аңдарды жаңа жерлерге мекендетудің кезекті перспективалы жоспары қаралуда. Алматы облысының Сұғаты алқабындағы Құмайт шөлде ұлттық парк құрылмақ. Мұнда пржевальский жылқылар әкелінеді. Соларды кәдімгі жылқылармен будандастыру далалы аймақтарда төзімді көнбіс жылқылар тұқымын өсіруге мүмкіндік береді. Антилопа қанның сүті майлы да дәмді. Антилопа гну. Бизондар мен басқа да пайдалы әр алуан жануарлар өсірілетін болады. Мамандардың
Айуанаттар тіршілігін зерттеу жөніндегі жұмысы онан әрі жүргізілуде.